Обычно негізі артындаған бүйтіп кіріп келген дұрыс емес шығар. Неге? Кіріп қорқа берсін. Сыртқа қателіктерді түсіреміз, әдетте сосын олар сыртқа шығады, сол кезде. Девушка, администратор есть или Қазір нет? шақырып жатыр. Зря стоим. Қазір мына жерде орыс тілінде модный шторы деп жазылған. Несі мемлекеттік тілде жазылмаған. Неміс тілін оқыдық қой. Бұнда бір репортер Шрайбекус деген бар. Шошен енді репортер Шрайбекус. Артында осындай рюкзагы бар, кепкасы айтады. Негізі мына аудармасы негізі электр құралдары болады. Здравствуйте. Акимата? Да, там это внутри представитель Акимата, Маслихата. И... Здравствуйте, Старостов Акимата, Совет культуры вас беспокоит. Мы насчет наружной визуальной информации у вас стоит модные вот шторы. Да. Согласно закону языка, все тексты на должны написать модным языком. Сначала на государственном, потом на русском. И шрифты должны быть одинаковыми. Вот можете исправить эту ошибку? Хорошо. На государственном языке еще надо. Хорошо, вот здесь вам рекомендательное письмо, но памятка для вас. Хорошо. Там написано, как все должно писать на государственном шрифт. И... Ну ладно, мы внимательно почитаем и сделаем. Все, спасибо за понимание. Вам дается 14 рабочих дней. Если успеем. Да, если не успеете, то 30 дней, конечно, мы можем добавить. И можете позвонить на этот номер, если что, какие-то методические помощи нужны. Не вижу номер. Вон артық айтпай қой, көрмесең де. Можете ручкой, может. Біздің ана өзіміздің жұмсақтығымыз, 60-65. Жұмсақтығымыз емес, ол заң солай болып тұр ғой, заңның аясында. Заң болғанда менің ойымша бірінші 14 күнді айту керек. Егер ол кеп жылап тұрса, онда сізге тағы 30 күн береміз деп бір мейірімділік жасаған сияқты болу керек. Все надписи для общего пользования, у вас там информационная табличка где-нибудь, будьте внимательны. Но это касается и магазинов, и всего, Всего касается. Хорошо, договорились. Все, спасибо за понимание. Государственный язык у нас сказали 28 лет. Аналар, ты инструмент деп множественный жазып тұр, қазақша идентичный жазып тұр ғой. Несі артындағы несі болмайды. Электро емес, электр құралдары. Иә, түсіндім. Оның алып тастау керек та. Электр аспаптары. Иә, электр аспаптары немесе электр құралдары деп. Білем, қазақстанда. Оны сабақты біліп тұрмын. Несі Жәкеңнен атын шығып беріп тұр. Adam çantası verir sana. У нас все написано на казахстанском языке. Да, и написано. Вот здесь электро. У вас написано электропровода. Это неправильно написано. Электропровода. Массаган, поэтому можете исправить.
это все руководство старается. Давайте я оставлю вам это фотографию. Давайте того, что мы даем 14 дней. Будьте немножко внимательны и смеяться не стоит. У нас государственный. Не, я у нас государственный два Вы языка. сейчас рассмеялись. Вы рассмеялись Нет, нам в лицо. Один Вы государственный. рассмеялись 70% населения этого государства. Это Конституции написано. Это закон написан, прописано в Конституции. Смеяться не стоит. Через 14 дней мы подойдем. А насчет государственного языка, у нас в Казахстане два языка. Государственный язык это казахский язык и официальный язык русский язык. Вот это у вас правильно, казахский, вот русский, но именно с грамматически ошибкой. Спасибо за понимание, надеюсь, что вы справитесь. Енді базар мына жақтарға қарай өтейік жүріңіздер. Мына жерлерде. Не, Нұрбек неғып жаңа қыз неғып екі тіл деп айтады, соны мен түсінбеймін мен. Конституцияда енді қазақ тілі мемлекеттік тіл деп жазылған ғой. Иә, мемлекеттік бір тіл ғой. Иә. Несі орыс тілі жаңағы құжаттарды мемлекеттік органдар қолдануға рұқсат деп жазылған болды. Біз енді соны екінші тармағын алып тастау туралы жұмыс істеп жатырмыз. Межнационального общения язык русский. Государственный язык казахский, бір тіл. Бұл жерде тағы қандай қарсы тауып? Бұл жерде қандай қандай тауып? Мына жерде тек қана орыс тілінде. Мына үстінде ғана жалақыға дейін қарыз түсінеді. Иә. Басқа ешқайсысын қоспаған ғой. Аударылмақта ол бізге мынау керегіші. Бізге мәмілесіне ана жерде комфортный үй деген сен замечательно істедің ғой. Үлкен жазып қойған. Қалай жазу керек, қандай шрифтте яғни оң жағында немесе сол жағында немесе жоғары жағында қазақ тілінде жазу керек, барлығы. Төменгі жағында немесе оң жағында орыс тілінде жазу керек, және шрифттардың барлығы бірдей қатты болу керек. Сіздерде мынау заңды 5% дегендерді қазақша яғни жанына қою керек. Осыны директорыңызға администраторыңызға 14 күн ішінде жөндеуге тырысыңыз. Үлгермесеңіздер, онда хабарласып, телефонға хабарласуларыңызға болады. Қандай да бір аударма бойынша көмек керек болса, біз жібереміз барлығын. Жақсы. Мына жерде тіптен қазақшасы жоқ қой үстінде. Ана жерде айтасыз, бұл жер Мынау басқа ғой. жоқ, мынаны ғой, юридически утвержденный логотиптар болады осы. Атауын өздері неден, әділет жаңа нелермен, юристтермен өздері бекітеді да, оларға біз ештеме істемейміз, өйткені атауы. Ең бастысы мына Негізі әділет министрлігі сонда мысалы Иә, қолға алу керек оны қой. әділет министрлігіне де ондай ұсыныстар берген. Өйткені тіркеген кезінде бірден тек қана мемлекеттік тілде аталу керек та. Әйтпесе қазір мысалы мына латын әліпбиіне өскен қосымша не болады? Былықтырып жібереді. Девушка, меня смотрите, я звезда.
Давай, становись. Иди туда. Ана жерде тек қана орыс тілді. Орысша. Парк Славы ма, не бар ғой жаңағы Афганистанның бер жағындағы аллея бар ғой алдында. Сол жерден андай шарбаққа жазып қойған, мысалы ағылшын, ана түрк, латын әліпбиімен мен қарағанды сүйемін деп та. Соны мен сол жерде машина 2 минутта тоқтап тұрғанда зорға оқыдым ғой. Түсінбедім, қарап тұрмын да. Сол латын әліпбиіне ауыстырған, сол мен қарағандыны сүйемін. Ана жүрек сағып қойған, содан барып қана түсіндім да мен. Тек қарағандыны жүрек да. Енді жүрек қойған, сосын не қойған, жазған. Мынау біздің қандай стрингбекті істеп жатыр ғой, қазір шананда істе, мынандай істе деген әңгімемен. Жоқ, негізі қазір кеп тұрған дұрыс емес. Оны ана жерде отырған адамдар жоғары қызметте тұрған адамдар. Сол жерден өздері контроль ұстау керек. Доғыр отырады ғой, сол жерде оған қамқоршылық. Доғырда вот соны қолға алдырып мынау әшейін алдамшы нәрсе тұрған. Айырсы акимат жақтан сіздің нелердің бәрін өздерін не алса, оны дұрыс қой. Соны қарайшы мынаны. Кіл өз алдым. Жолда просто сатып алған, үйіндік аренда қалып қойған, сатып тұр алған. Халыққа, ол да дұрыс емес. Жаңа айтқан дұрыс па, дұрыс емес па? Мен естіген жоқпын не айтқан. Жоқ, негізі деймін, административ, мынау негізі бар ғой. Бұл енді не ғой? Вообще акимат жақтан. Мысалы, бұл жоқтан бар жақсы. Жоқ, акимат жақтан өздері договорды дұрыстап келтірсе, содан кейін мына администрацияның бастықтары бар ғой, ішкі өздерінің нелері, соны дұрыстату керек. Ертең маған аман-есен жетсем, маған сөз берсе, ток-шоуда мен тіл туралы айтамын өзім ойымды. Жарайды. Әдемдеп тұрып айтам мен. Соншама солай ойлаймын да, қазақтар неге соншама бейшара болды? Осылай жүру керек да. Заңға енгізбей. Енді кеше айттық қой енді, барлық бюрократиялық тосқауылдар қою керек.
Жоқ. Мен айтып жатырмын оны. Оны көтеріп біраз түсіндім мен сенің ойыңша. Көз ашық адамдар сөйтеді мынау оңбаған. Аза оңбағандық оны біліп тұрмын. Бұны Жаке деймін да? Жаке. Жаке. Негізі бар ғой, каждый несі қажет жоқ. Негізі администрацияның өзі наказ беру керек. Машина, хозяин. Хозяин наказ беру. Жаңа. Айсұлу. Бір администрацияны тауып алайық. Сен жаңағымыз үлгермесеңіздер 30 күн беремін, мынау деген сол қолдақтарды айтып па. Біз ол көп күннен тағыла жүреміз. Крупныларға жүректеніздер. Шақырады. Ол қазір іздей берсек көп. Ау. Алексалам кім екен бұл? Біз енді қазір алтын арбаның алдына келдік. Жаңа бірнеше енді жерге кірдік. Құрылыс. Иә, түсіріп жатырмыз. Түсіруге болмаса енді әкімшілік бар, мәслихат бар. Солар. Ол енді сосын ана екі телеарна бар де. Екі телеарна бар сосын. 3 жақтан түсіріліп жатыр. 4 жақтан түсіріліп жатыр. Сосын қоғам белсенділері бар. Анау мысалы үстінде құрылыс қатар деген жазу тұр ғой. Сол мемлекеттік тілде мысалы дұрыс жазылған. Құрылыс қатары болады. Өте сауатсыз сондай жазылғандар, сондайлар тексеріп жатырмыз. Барлық жерде. Сосын міндетті түрде ана мемлекеттік тілде ол бірінші жазылу керек, сосын үлкен әріппен жазылу керек олар. Сыймай жатса ол ана орысшасын кішірейтіп жазу керек. Сол. Бізде жоқ қонды? Енді мына сендершкенде дұрыс жазылған ғой, мысалы мынау. Аяқ киім, обувь, балалар киімі, детская одежда, кеңсе тауарлар, канцелярский товар, ойыншықтар, игрушки. Олар дұрыс. Бізден жаңағы сіздер жалдап отырған нелердің барлығын. Жаке аңлар келмей ар жақта тұрға әлі. Олар анау, жаңа өте көзге бадырайтып ана құрылыс қатар деп қойыпты да, сонда құрылыс қатар деп жазу керек қой. Ана осыдан бір 15 жыл бұрын жақ Бұқпа көшесі болып аталды ғой. Ана қазір ана мешітке қарама қарсы жерде сол жерде бір үлкен андай жарнаманың несі тұратын. Бір жол өтіп бара жатқанда
ана орысшасы дұрыс жазылғанда қазақшасын ана жатыры бірдеңе деп қойыпты. Мен сосын біз барғанбыз әкімшілікке. Мына қаншама халық өтеді көлікпен. Көзі түседі. Мына жатыр деген ол басқа нәрсе ғой ол. Сендер мынандай жарнамаға қалай жазып қойған оны деп. Жарайды, қолға аламыз, не деді? Соңын сол кейін алып тастады ғой сол жарнаманы. Айту керек, бірақ міне қашанға жылай береміз. Талап болмағаннан кейін. Енді бұның барлығын енді бұлар жаңа заңды түрде бекітіп бастаса, бүйтіп мысалы 30 жыл бойы жүрмейтін ек қой біз. Басқа заңнан бәрін бір ұстайды да осыған келгенде. Сен жаңа ғана мен Абзал Құспанның сәулемен неткен топтарға да салдым, Фейсбукта да тұр. Масқара жағдай. Қалай ұрлайды бұлар екенсі. Соны сөйлді бірінші рет аталып отыр. Қанат Бозымбаев, Алик Шпекбаев, коррупциямен алысатын бюроның төрағасы, солардың несі екен, өздері бөліп алады. Сонда бірдеңе триллион ақша қайтарып отыр. Сосын бюджеттің 3/1 бөлігі 6 триллион болатын болса, ал енді масқара енді. Соны уақыт Сіз ана Айман Тұрсынхан бюджеттен ұрланған ақшасы туралы несін интервью естіпеңіз? 2015 жылы. Бұл жерде енді нақты аталып отыр ғой кісілердің аты да. 3-ші қабатта. Мынау қай канал сен дедік? 5. Так. Үшке қалай көтерілеміз ол? Үшке. Анау үштен көтеріледі. Анау жақтан көтеріледі. Мысалы, алдымызда да тұр ғой, мысалы. Алдымызда, мысалы, наларда тұр ғой. Сотовый аксессуары, меч, чехол деп бір қазақшасы жоқ. Сол тіке әкімшіліктен сұрайсыздар да? Әкімшілікке айтайық. Мына жерде де булочная, кондитерская болды. Қазақтар сендер қайда барсыңдар, онда барыңдар. Тандырные лепешки дейді, өзбектер өздері жалдап отыр. Масқара. Масқара. Бұл ана несі? Былайша. Ол ана несі? Этика болу керек қой. Ол ана несі? Мысалы, манты. Даға. Ана әбден өзімізде үйреніп кеткеніміз жаман, е? Мән бермейміз соған. Экспедицияға мына достық үйге ұйымдастырылып, абай басына баратын экспедиция. Біз келесіне барамыз. Біз асықпаймыз. Көтерілеріңдер, ауырыңыз ба? Онда кіре беріңдер.
кір бері. А, Қайта вот. машинаны қоламайды. Кір қарындасым бері кел. жоқ сыймай жатыр. Ой, ішіме сыйған сыртыма сыяды. Бері кел бері. кір кір. А, көзден көрдім. Мен ауырмын айтып. Сарыарқа. Сарыарқа 5-ші канал. Әкімшілік, маслихат, сосын YouTube. Бүкіл әлем білетін болды Қарағандының осып бара жатқан тіл жағынан. Мысалы, несінің өзі барлық орысша. Қазақшасы жоқ. Сіздің барыңыз қаншақ қазір? Берсін сізге. Несі сосын мына жерде де орысша. Сізге мында, пока сізге барыңыз, не, сізге разрешение берсін сосын сізге айтып тұр ғой қазір. Мына жерде де орысша тек қана. Тек қана орысша. Анау бізде күніге көргенде үйреніп қалғанымыз мән бермейміз. Болашақ ұрпаққа ол көп нәрсе әсер етеді. Сіз қай жерден? Мен тілдер бөлімі. Тілдер бөлімі? Қалалық әкімшілік па? Біз 3-ші қабатқа келдік, енді мына жерде әкімшілік. Осы жерде ма? Армысыздар? Я не даю разрешения себя снимать. Изображение лица моего я не разрешаю. Жарайды. Қазақша айтыңызшы, түсінбейді де. Жоқ, сіз түсірмей-ақ қойын? Сонда біз осы қателіктердің алдын алу үшін сізден 14 күн ішінде үлгересіздер ме? Егер үлгермеген жағдайда тағы да қосымша уақыт беріледі. Міндетті түрде барлық мәтіндерді егжейге жазу керек. Қабыры көрдім. Одан кейін тағы да строительный материал. Иә, да. Жоқ, мынандай әңгіме. Сіз өздеріңіз қарап шығыңызшы қолынан. Қазақша түсінесіз ба, жоқ орысша сөйлеймін ба? Как хотите, можете, я могу разговаривать на русском. Жоқ, түсінсең қазақша айта беремін. Түсінсең болды. Әңгіме осылай. Мынау көше, анау төмен қарай түсіп өзің қарасаң, бәрі таза орыс тілді. Бізде мемлекеттік біз түсіріп алдық олардың бәрін. Оны телевидениедан көрсетеміз. Бүгінгі мәселе қазір сізге қолыңызға суреттерді әкеліп бүйтіп жатқан. Бұларда мысалы өрт болған кезде деген ненің өзі технический нелердің өзі орысша барлық жерде өздерінікі, бұлардың өздерінікі. Жалдауда отырған кісілердікін қоспағанда мына кісілердің өздерінікі. Мемлекеттік сәл бөлек-бөлек сөйлейікші, аха. Жарайды. Қосылғанға сөйлеген түк естімейді ғой кісі. Мемлекеттік тіл қазақ тілі. 28 жыл болды осылай болып келе жатқанымызға. Енді осыған ауысатын кез келді, мазақ болмау керек біздің тіліміз. Тілі жоқ, мемлекет болмайды. Мемлекет дегенде қолынан екі-ақ нәрсе болады. Түсінбесең орысша айтайын. Чтобы государство нормально существовало и шло вперед на века, оно опирается на две ноги, как независимый, нормальный человек. У нее одна нога называется язык, второй язык называется земля. Земля, слава богу, у нас есть, но с языком у нас немножко проблема. Надо, пора исправляться потом. Я понимаю, вы могли бы не приглашать СМИ, вот не устраивать это вот показательное. Я не приглашал СМИ, наоборот, СМИ меня пригласили сюда. Но мы никогда не были против там законодательства или еще. Если вы к нам обратились в письменном порядке и сказали бы, что мы нарушаем такие-то, такие-то законодательные какие-то законы, то есть о языках, допустим, вы бы написали бы письмо, мы бы это все исправили бы. Мы не против того, что мы сейчас не стоим против. Зырылдап сөйлеген кезде жақсы, енді осыны түзетеді деген үміттеміз. Барлығы
Да, если бы вы нам фотографии прислали, сказали бы, вот здесь у вас нарушение, Холмом, сол. мы бы Какие ответили фотографии? Вы официально, спуститесь вниз и откройте глаза, и все. официально бы Ничего ответили, страшного. что у нас есть разрешение, то есть вами подписаны, вашим управлением. У нас есть бумажки, у меня есть арендаторы, которые получают разрешение, где есть подписано там, то есть, допустим, элементарно, я могу сейчас хотя бы одного арендатора показать, который нам присылает это разрешение, где он получил от вас там... Біз нақты без мәтіндерді айтып тұрмыз, мен айтып тұрмын сізге ковры, сыртошаренные арендаторы бар, Я поняла, строительные материалы только на русском, и еще вот не закон. То есть получается 3. Из 27 наших изображений, то есть это не 95%. Из 27, нет, я просто сейчас обращаюсь, из 27 наших изображений, то есть 3 только на русском языке. То есть это не 95%. Вы не могли не заметить, хочу рыбу. Хочу слово завлекающее. Это внутренняя вывеска арендатора бизнеса. Вы попросите, пожалуйста, чтобы но это не изображение снаружи, на улице. Так же? Нет. Нет, я про это ничего не говорю, про хочу рыбы сейчас ответила. Вот это я понимаю, согласна, я с этим не спорю. То есть, немножко и неэтично это, немножко это слово, да? Просто вы могли бы не вот это вот, понимаете, что вы сейчас, я не знаю, может быть, вы выполняете... Оның барлығы шейін болса әңгіме болып кетеді. На неприятно голосование только вы скажите неприятно, который сказал, что казахский язык должен быть языком межнационального отношения в Казахстане. Выразите, пожалуйста, согласно его требованиям, не спускается, его не требует. Бұл сол күйі Жәкең өзгермейді ма? Жәкең құртып тұр ана жерде. Анау точно и грамотно сөйлеу керек, білімді сөйлеу керек. И оның керегі жоқ, оның 95% айтпай жоқ. Бір нарушение бар ма? Бітті бәрі. ол енді бұл жерде енді кімнің мысалға кім олар айтады, мысалы жаңа жалға алған кісілер солай мысалы әкімшілікпен келісіп алып келді дейді, алтын дейді. Мен бағанағы айтқаным соған үреке. Бұл жерде администрация менен акимат бүлдіріп жатыр бәрі. Солар айтып керек. Ол еш нәрсе емес. Бүгін ана Фейсбукта бір әйел анандай күзетшімен қазақша сөйлейді, айтады, мен қаге буду дейді, орыста. Соны мысалы Фейсбукқа қойып қойыпты. Мен бағана айтып жатырмын, ол эволюциялық жол мысалы тек қана жоғарыдан басталу керек. Иә. Жоқ, оны мысалы президент айту керек, екінші тармақты алып тастаймыз, бітті. Сосын одан кейін мысалы осынша уақытта мысалы мемлекет қызметкерлер мысалы қазақ тілінде сөйлеу керек. Мысалы осынша уақытта мысалы мынандай бүкіл анандай атауларын қазақшаға аудару керек. И уақыт берсін, бітті. Ана кезінде айтқан Құлмұхаммед мысалы министр болып. Мына бизнесмендер мысалы кәсіпкерлердің бірде-бір кінәсі жоқ. Иә. Бірде-бір кінәсі жоқ. Олар содан заңды ешқашан бұзбайды. Иә, иә. Бұларға зачем ол команда? Иә. Мои права. Почему вы повышаете на меня голос? Я извиняюсь. Во-первых, вы сказали, что в конце. Хорошо. Напишите на письмо, я вам отправила фотографии, и мы вам пишем ответ, письмо также с изображением того, что мы все это исправили, те же ваши сроки. А именно сегодняшний выпуск Қазақтың жауы мен сізге айтайын. Басқа ұлттар емес. Қазақтың жауы осындай қазақша сөйлегісі келмей өз қазағымыз әңгімені қысқасы. Енді Жәкейін. Коллеги, предлагаю вы как-то все над одним человеком все стали. Я не считаю, что это конструктивно и вообще правильно, этично. Я предлагаю выключить камеры и обсудить, что именно непосредственно хотите. Я считаю, нет, это было не обсуждение, это вы просто окружили человека и начали снимать. Начнем с того, что это частная территория. И если вы хотели это снять, могли бы написать письмо, и мы бы вам показали бы, и абсолютно прошлись бы и исправили бы, если бы у нас где-то было что-то неправильно.
Хорошо, ладно. Молодой человек. Нет, подождите, давайте так. Давайте так сделаем. Вы пожалуйста, направляете нам письмо. То есть, если это государственное, да, управление, пожалуйста, направляйте письмо, мы по каждому пункту будем исправлять. И срок, там обозначим сроки, и это все будем уже выходить на диалог и исправлять. Если у нас есть ошибки, мы будем их Договорились. Вы представьте, кто будет. Они должны каждый фоткать, да? Бүкіл жердің барлығын аралап, бүкіл жарнаманың бәрін дәлел ретінде суретке түсіп, содан кейін сол бойынша түзетсін деген қағазын жіберіп отыру керек, иә? Но это же их работа, они же следят за этим. Правильно? Нет, каждый человек должен знать государственный язык, это не только... Давайте так, сейчас это уже идет полемика. Идет полемика, это не является... Прошу, выключите, пожалуйста, камеру, это частная территория. Поэтому я предлагаю, выключите, пожалуйста, камеру. Выключите, пожалуйста, камеру. Это частная территория, поэтому, ну, и мы как бы тоже, у нас есть свое право снимать, нас не снимать, поэтому давайте не будем... Ага, пожалуйста. Тек қана сіздің айтқаныңызды. Голос это тоже мой голос, поэтому, пожалуйста, не снимайте. Пожалуйста. Бізде... Вы сейчас тоже нарушаете. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, если есть какие-то претензии или вы считаете, что мы где-то что-то нарушаем, пожалуйста, направляйте письмо. Мы вместе это отработаем. Если мы покажем, ну, то есть вы говорите, вот у нас здесь вот есть проблема, пожалуйста, мы пойдем. Елкен, біз ана оларды мысалы айттық осындай болады деп та. Біз осындай болады деп айттық. Бізді ешкім тыңдаған жоқ. Сендер барыңдар деді. А сен өзіңше, сен айттың, біз өзіміз барайық дегенде ұсыныс болды. Мен айттым, ол неге кетеді? Егер айтқан әңгімем, сіз мені дұрыс түсінбегенсіз. Бизнестегі адамдар, мынау кісі бизнесі өз жекеменшік жері, территориясы. Бұл кісі арендаға беріп отырмын. Жоқ, түсіндім, иә. Енді бұл кісілер мысалға шарт орнатпайды, себебі бұл бизнестің мынандай екі жолы бар. Бұл кісіге қазір официально келіп, мысалға, юрист менен администрация акиматтан бүлдіріліп тұрған кезде. Если акиматтан, если нықтап рычаг салса, сөйлесу бизнес дұрыс болады. Не, негізі... Ол негізі... Мына кісілер, мысалға, мен бағаны сырттан айтқан. Бизнесмендер ешқашан тәртіпті бұзбайды. Мен ол сөзімнен айнымаймын. Мына кісілерді бұзып тұрған жоқ. Бұл администрация, акимат... Бұларға хат келу керек. Хат келу керек. Негіз хат келу керек. Прошу еще раз, отключите, пожалуйста, камеры. Сейчас вы сами же нарушаете закон. Частный территория ғой бұл. Болмайды деп отыр ғой. Айтты ғой сізге. Түсіндіріп, мен түсіндіріп. Біз өзіміз түсіріп жатырмыз ғой, өзіміздің сөйлескенін түсіріп жатырмыз ғой. Мен ол кісіні... Кеттік қайтесің сен сөзін түсініп отырғанда ел болайын деп отырғанда Россияға көшіңдерді. Ол не? Ол не емес, жәке, ол не? Басында әңгіме болды. Тек қана бюрократиялық. Міне, бір орысқа бардық, біреуі ренжіді ме осылай, бәрі түсінді, тек қана қазақтар түсінбейді мені әңгіме. Әңгіме осыда міне. Біздің Қазақстанның жауы орысша сөйлейді, қазақ ұлты әңгіме. Іштен шыққан жау жаман, ол рас. Іштен шыққан жауы жаман. Ол рас. Бір орыс үйткен жоқ. Ол рас. Жіп етіп тілдері осы орысша сөйлеп құмба. Әңгіме жоқ, ауыстырамыз деп болды. Үш сурет көрдіңдер, үшеуіне маған письменный фотомен жіберіңдер деп о бастан айтып тұр ғой. Үш суретке де тұр, жалпы деп тұр. Жоқ, общий, менде де орысша түсінем. Ол кісі айтып тұр, үш фото көрдіңдер ма 27-ні? Мен саған неге жіберуім керек демейсің ба мен? Сендер көпсіңдер мекемелер, тілдер дамыту комитеті мен жалғызбын. Сендер заңды ұйым. Фотоға түсіріп каждыйына письмо жазасыз. Ол ана несі, не ғой? Кінә, акимат жақтан шығып тұр ғой. Бәрі кінә ең. Ол ана не, әділет министрлігінен де шығып тұр. Қай этажал? Бірінші. Тәртіп жоқ, былай істе. Біз олардың ұсынысын қабылдаймыз, өйткені бізде осындай жеке кәсіпкерлерге арналған Неге бұлар іздемейді?
барлығы орысша. Ар жақта енді латын әліпбиімен жазған, мына жерде де орысша. Барлығы орысша. Ал жердегі шалағаза, әкімшілікте отырған шалағаза. Қағаздың қойып жібересіңіз, болды, ыдыс аяқ дегенде, нага деп алғанмен қарамайсыз оны. Ақшасын алғанмен болды, давай. Сонымен Алтын Арба әкімшілігімен кездесуіміз сондай болып аяқталды енді. GoPro ғой сізге? GoPro ма? Бұл не? GoPro ма? Экшн камера. Экшн камера ма қойшы? Жоқ, несі қазір уже ұшпал батарея отып қалды. Мынау өз телефондікі? Бұл телефонның өзі. Мынанікін жанында шығып тұрады дейді? Иә. Камераның сосын телефон екеуімен де түсіріп жүрмін ғой. Қанша несі бар? Память қанша мұнда? Бұда мен так 256 гигабайт қойдым, по-моему. Қанша тұрады бар? Жоқ, бұлай несі камера 32, анау 16 мың ба, сондай алдым ғой деймін, кажется. Әлде екеуін 32 қалдым, есіме жоқ. Қоғамдық орын. Штатпен бірге? Иә, штатпен бірге. Сөйлей беруге болады. Сүргенімізде заңменен де көріне береді, ол іште қылмайды. Жоқ, қоғамдық орын. Қоғамдық орында болады. Заңда да бар ол. Статьясын қай сөйлейсіз арамызда барады ғой жаңағы. Соны шақырып алу. Қазір шығады. Шығады ол, біледі ол. Несі? Сұрақ қоясың, ал. Жаңа аға көрдіңіз, я қарадық. Бір алып деп айтсақ, торговый ішіне кіріп, жаңағы түсіндірме жұмысын көрсеттік, бірақ әрқайсысына қағаз жазып, дәлелдеме ретінде сурет жіберді. Жалпы бұл істің бір қорытындысы болады деп сенесіз? Сенбейді. Бірінші. Өйткені мынандай жағдай. Бұл жаңағы әр не бойынша маған сурет жібер, маған үйттейді, қаншама мемлекеттік қаржы, мүмкіндік, уақыт кетеді оған. Енді жаңа тілдер дамыту комитеті жалғыз орган болатын болса, бұлар көп қой, мұндай мекемелер көп, оның қайсысы бірін суретке түсіріп жаза береді, оны қашанға дейін айта береді. Бұл негізі билік тарапынан болу керек. Бұл тегін басталып отырған жоқ, біздің СМИ тегін келмейді деп ойлаймын мен. Бұл өйткені біздің президентіміз өткенде айтты, қазақ тілі ұлтаралық тіл болу керек Қазақстанда деді. Соған байланысты төмен қарай нұсқаулар берілді, соған байланысты осы рейд жүріп жатыр. Ал енді бүгінгі жағдайымыз қалай? Бүгін келдіңіздер, сіздер ескертпе жасасаңыздар, олар дік-дік етеді, маған суретін жібер, маған ананы жібер, мынаны жібер. Сонда сендер бәрің бүкіл Қарағанды облысында мыңдаған осындай орындардың бәріне хат, сурет жіберіп отырсаңдар, қандай мүмкіндіктер болады, қандай қадір қасиеттеріңіз қалады байланысыңызда. Және де бұл заң емес пе? Заңда мемлекеттік тіл деп тұр ғой. Заңда аталып тұр. Бірінші қазақша, екінші орысша жазылу керек деп ақтың үстіне қарамен жазып тұрған. Соны әркім өздерінше орындау керек, орындамаса сол туралы жаңағы басқа бір жаңағы тетіктерін қарастыру керек. Бірақ бізде заң солқылдақ. Заңда бұлай түсіндірме ретінде дейді. Кім түсініп жатыр? Жаңа міне қаншама өзге ұлт өкілдерінің жаңа мекемелеріне кіріп шыққандар бәрі түсіністікпен қарады. Ал енді қазақтар, орыс тілді қазақтар тұрған жерге барсақ, олар түсінбейді. Қазақтың жауы өз айланып келген кезде басқа емес, сырттан өзге ұлт емес, орыстанып кеткен. Басқа ұлт болайын десе түрі жоқ, қазақ болайын десе тілі жоқ, қазақша сөйлемейтін қазақтар қазақтың жауы.
қысқасы сол. Бәріміз де орыс мектебін оқығанбыз. Бәріміз де бір емес екі үш орысша бітіргенбіз. Бірақ бізде намыс бар ғой деп ойлаймын. Мына өңшең намыссыз қызылдардың қырғынынан аман қалған нашар тұқымның балалары деп есептеймін мен бұларды. Қалай тисе, олай тисін бұларды. Орысша сөйлейтін қазақтарды солай деп қабылдаймын. Бұдан енді жалпы халықты оятуға, басқалардың біреуінің санасына ықпал жасау ретінде керек шығар бұл іс-шаралар. Бірақ нақтылы жаңағы біз барған мінекей Алтын Арбаның басшыларына бұл әсер етеді деп ойламаймын. Олар ит үреді, керуен көшеді деген неде қалады деп ойлаймын. Бұл әңгіменің қысқасы сол. Бұл жалпы басқа елге кішкене ой салар, қозғау салар іс-шара болмаса басқалықта ешқандай мүмкіндік жоқ. Сізді қоғамдық белсенді деп айтады. Иә. Адыңыз, фамилияңыз? Менің атым Жексен, фамилиям Абдырахман, осы Қарағанды тұрғыны. Сізден алып алайықшы. Айсұлу